Студенттер, лекциямызды ары қарай жалғастырамыз. Тұлға психологиясы және адам туралы ғылымның жүйесіндегі рөлі. Тұлға психологиясындағы тұлға және адамдармен бірге айырмашылығы. Адамнан адамның айырмашылығы оның адамгершілігінде, имандылығында, сыпайылығында, тәрбиесінде. Адам мен адамның айырмашылығы тұлға психологиясында адамның білімінде, еңбегінде айрықша анықталып тұрады. Адамзат тарихындағы мәселелердің ішіндегі ең күрделісі сірә адам табиғатының жұмбақтылығы шығар. Ізденіс қандай бағытта жүргізілуі, қаншама тұжырымдамалар ұсынылса да, оның нақты дәл жауабы әлі табыла қойған жоқ. Ең маңыздысы барлық адамдардың арасындағы көптеген айырмашылықтардың болуымен байланысты. Біздің ғаламшарымыздағы 5 миллиард халықтың ішінен бір-біріне дәлме-дәл ұқсас, бір-бірімен айнымайтын екі адамды табу өте қиын. Ғылым ізденіс шегі әртүрлі мәдениетті зерттеуге кеңейген кезде оның негізін салушы құндылықтардың, ұмтылыстар мен өмірлік стильдердің одан сайын түрлене түсетінін байқаймыз. Мысалға, астрология, теология, философия, әдебиеттану және әлеуметтік ғылымдар, міне бұлар барлық адамның мінез құлқын, күрделілігін және адамның өзінің мәнін түсінуге әрекет жасайтын ғылымдар болып табылады. Бұл ғылымдардың барлығы біздің психология ғылымымен өте тығыз байланысты. Бұл ғылымдардың кейбір ізденістер тұйыққа тіреліп жатса да, енді кейбір бағыттары қарқынды даму үстінде. Қазіргі уақытта адамзаттың басынан кешіріп отырғандардың жер бетіндегі тұрғындар саны өсуі, қоршаған ортаның ластануы, ядролық құлдылықта лаңкестік, нашақорлық, нәсілдік, наным, сенімдік, кедейлік тәрізді келеңсіздіктердің көптеген қатарлы адамдардың мінез құлқы себеп салдары болып табылады. Әрине, бұның барлығы жеке бас тұлға психологиясына әсер етпей қоймауы анық. Сонымен қатар, бүгінгі тақырыбымызда қазіргі ғылымның барлық мәселелерге жауап бере алмайтындығын ескере отырып, мүмкін мүлдем жауап бермес те мәселелер бар. Бізде адамдардың зерттеуі арналған ғылым әдістерін қолдануға тән ішкі шектеулерді еске ала отырып, эмпирикалық мәліметтерді тиімді пайдалануымыз жөн. Адамның тұлғалық мәселелермен персонологтар айналысады. Бұл терминді тұлға саласындағы эксперименттерді де, теоретиктерді де біріктіру мақсатында Генри Мюррей 1938 жылы ғылымға ұсынған болатын. Бүгінгі біздің жаңағы тұлға психологиясы болған соң, ол жеке адамның өмірі жайында бүгінгі тақырыпты қамтып өттік. Оның жаңағы тәрбиелік, адамгершілік, имандылық, жаңағы тарихындағы барлық мәселелерді қамтыдық. Адам тұлғасындағы психологиялық объектісі ретінде де адам ең бастысы рөл атқаратын ол тұлға. Ең бастысы біз жаңағы лекцияның басында айтып өткендей, Ұлы Әл-Фараби айтқандай, жаңағы тәрбиесіз берілген адамзаттың қас жауы деген сияқты, бірінші адамға білімнен бірінші тәрбие берілуі қажет. Бүгінгі лекциямызды сонымен тамамдаймыз.
бүгінгі лекциямызды сонымен тамамдаймыз.